әрекетке шығады, алаңға шығады, сөйтіп өздерінше бір қимыл әрекет жасайды. Мен айтам, сендер бірінші мынау, сендер қай жерде тұрып отқан осыны, анау, определите свои координаты. Где вы находитесь? Қай жерде? Мәселе долгота широта емес, мәселе қандай мемлекетте? Ал егер саяси сауатты болсаңыздар, сіздер түсінесіздер, сіз тұрған жер ол террористік мемлекет. Ол бір, екінші, ол Ресейдің сателлиті, Ресейдің толық өзінің жаңағы деп санайды, өзінің Қазақстан өзінікі деп, иә. Және де Ресей әрекет жасатып, қаңтарда әсіресе өзінің оккупациялық жүйесін қойды. Тоқаевты біз сайлаған емеспіз. 28 желтоқсан күні ол рокировка жасады да, биыл 21 желтоқсанда, 28 желтоқсанда рокировка жасады, ал соны ол біледі, Путинді ақымақ емес, Тоқаевты елде ешкім менсінбейді, адам деп санамайды. Бізде бірнеше ондық долларовый миллиардер бар. Ол Тоқаев, ол деген жай, Назарбаевтың көлеңкісі, Назарбаев ондай мінезі жоқ, жаңағы сондай адамды қойды жоғарылаудың қызметке, себебі ол Тоқаевта ешқандай амбиция болған жоқ. Назарбаевтың отырып, орнына секірем деген жоқ. Ол жаңағындай сондай әдейі селекциямен шығарған адам. Сөйтіп, мына Тоқаев Ресейдің офицері, кадровый, мен оған қателеспеймін, бір жерде досьелер шықса, ертең Навальный командасын ашкерледі ғой, ФСБ-ның охранасында жүріп, оның жаңағы несін қорғауында. Сөйтіп, мінекей Тоқаев Ресейдің саясатын жүргізіп жатыр, ал мұнай нетуге ол деген не емес па деген ғой, бұлай, қалай түсіндірсем, аңқаулық емес па? Біздің мысалы оны біраз азаматтар бар, жоқ емес, санап отыр. Тоқаев ол саясаткер, оған Назарбаев кедергі жасады деп, қашанда менің көзқарасым бойынша ол жаңағы бұл жерде байланысты геополитика. Міне сіздің сұрағыңызға қайтып келгенде, мынау Ресей, империя, Ресей мынау Украинаға үлкен қызығушылық танытып жатыр. Қазақстанға не себепті? Мен Украина, Беларусияны айтқаным бар, бір рет бейне қойдым, сіз көрдіңіз бе жоқ па? Ол мынау негізінде орыс ұлтын құрылды мына ұлттар деді. Орыс ұлты 9 ғасырға дейін болған жоқ деп мен материал қойдым. Сөйтіп Путиннің сөзі 9 ғасырда украиндер, беларустар, угр, фин және те еврейлер Синайдан тумағандар. Солар орыс ұлтын құрды. Сөйтіп ол құрғаннан кейін Украина, Белоруссия, угр-финдар ұлт болып саналмайды. Біз біргеміз дейді. Біз орыс болдық дейді. Міне, сөйтіп оларға жаңағы ұлттық идентификацияға жол бермей жатыр. Сендер жоқсыңдар дейді ол. Көп тұрсы ғой. Белоруссия, Украина, Россия один народ деп. Міне, ол олардың бір теңдесі. Қазақстан келетін болсақ, Қазақстанға және мына Орта Азияның республикаларына көзқарас басқаша. Қазақстан үлкен аймақ, жер, дүние жүзінде 9-шы орын алады. Ресей большевиктер кезінде қала салды, завод салды, фабрика салды, мына инфраструктура салды. Қазақтарға емес. Олар жаңағы орыс әлеміне салды. Сөйтіп, бұлар түсініктірді, параллельно жұмысын жүргізді, ассимиляция. Бізге орыстарды айдады, анау Столыпиннің уақытынан барып кіргізді. Араластырып, жуып кету үшін, вымыть казахскую нацию. Одан кейін жаңағы Совет одағы деп беларустар, украиндар, удмурт қайсын болса кіру керек та, қазақты шайып тастау керек. Міне осы мақсатпен. Сирена уақытында тағы да бірнеше миллион кіргізді. Сөйтіп 91 жылы шыққанда сіз ғой кеше айтқан, қазақтың саны 39% ғана құрды. Оның кем дегенде жартысы беті қазақ, былай жалпы ол орыс. Нақты орыс, мәңкүрттер, Міне сөйтіп ол кішкене қалды, қазақ жойып тастауға, анау якуттар сияқты, буряттар сияқты, қазақтарда орыс аттар пайда болатындай, неге сондай саясат жүргізіп өтті. Ал осы уақытта мысалы кадр, мысалы сіз қоғам қайраткері ретінде үндеу жасасаңыз, мынау Тоқаевқа, Тоқаев оны қалай қабылдау керек? Ол өзінің бұйрығы бар, жаңағы мынау неден центрден түсіп жатқан тапсырма, оны орындап жатыр, жүзеге асырып жатыр. Бірнеше мың Ресей фирмаларын ашты, Ресейлерді кіргізіп, орыстарды тағы да мінекей 21 қыркүйектен бастап кезекті не жасады? Освоение целины, 1 миллиондай орыстар кірді кем дегенде. Міне, осы жерде осыны мен анықтай салайын дегенім ғой.
мынау мысалы көріп жатсыздар, жоқ емес жақында анау Жақсылықов деген қойды. Мысалы қазақта министр болса, бұл бұлай сөйлей ме ол? Мысалы қазақтың министрі, мен қазір сізге демонстрация экраны жасайын. Мынау мен бәрі қазақпын ғой. Неге сұхбат бермейсіз сонда? Вы знаете, вот посмотрите, наш первый президент Елбасы говорил так: когда собираются 100 казахов и среди них один не казахоязычный, мы переходим на русский язык для того, чтобы чьи-то чувства не оскорбить. Поэтому, когда мы с вами будем один на один разговаривать, вот қазақша сөйлейік, жарай ма? Бұл тренд қой. Мен бір министрді көрсеттім, бұл Жақсылықов жаңағы, қорғаныс министрі. Бұлардың позициясы осындай қазір. Орыс құлдар, бірыңғай. Таза ана біздің кімдер анау кезінде оппозиция деп жүргендер мысалы бар, ана Ергалиева ханым, ол былай дейді, мысалы, олар түсінбейді, сол уақытта түсінген жоқ, қазір де түсінбейді, мысалы Ергалиева, қайда кетті Ергалиева? Мінекей. Мына процесстер түсінбей жатыр, менің көзқарасым бойынша. Мен ойым сізге жеткейін деген. Мінекей, қараңыз, бұл не дейді? Каких столкновений? Основным ответчиком за власть и за ее делишки это был Ермухамед Ирсыбаев, известный. Каких столкновений? Тогда был основным ответчиком за власть и за ее делишки это был Ермухамед Ирсыбаев, известный. Кстати, у нас потом сложились нормальные человеческие отношения, но потому что мы не переходили границу. Вот мы настолько были вот такими, как говорится, противниками. Мына Гүлжан Ергалиева белгілі журналист, сол уақытта мынау не жүйеге қарсы тұрды. Ол мынау бұлармен тартыстарды, есептерді бір кәдімгі бір не сияқты, бір КВН ойын сияқты. Анау біз деген Ермұхамед Ерсібаевпен тартысқанда біз деген шеттегі шыққан жоқпыз, шектен. Қашанда Ермұхамед Ерсібаев КГБ-ның агенті, ол жасырға жоқ. Команде Владислава Суркова работал. А Владислав Сурковтың темасы возвращение империи. Ол идеологтардың бірі. Аны Қырымдағы соғыс ашқан сол, Украина соғыс ашқан сол. Қазақстанның жаңағы мынау битше өріп жүрген бізде орыс құлдар, жаңағы Жақсылықов сияқты, мысалы Ермұхамед Ерсібаевты олар былтыр парламентке кіргізді. Қашанда ол мүлде алыс, парламентте не жоқ қой. Бірақ ол КГБ-ның агенті партияны басқарды, ол партияны дамытады. Қазір мінекей. Міне осы осыны түсініп тұрып, біз деген қазір қазақ қоғамы, менің көзқарасым бойынша, мынау Тоқаевқа, парламент мүшелеріне, үкіметке шағымдану, менің көзқарасым бойынша бұл саяси сауатсыздық сияқты. Себебі олар өздерінің позициясын белгіледі. Бұлар коллаборанттар, бұлар мынау номенклатуралық саясаткерлер, бұлар бұл тәртіпті қабылдады. Бұлар ешқандай Назарбаев